Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бекеш саусақтары деп аталатын торт пісіреміз. Орысша айтқанда дамские пальчики. Ең алдымен біз қайнатпалы қамыр жасауымыз қажет, яғни заварной тесто. Ол үшін 250 грамм суға тұз саламыз. Содан соң 100 грамм майымызды салып, отқа қойып, майды толық ерітеміз. Бірақ суды қайнатпаймыз. Май толық ергеннен соң елеуіштен өткізілген ұнымызды салып, 2-3 минут тездетіп араластырамыз. Ұн өзіне су мен майды толық сіңіріп, теп-тегіс қамыр болу қажет. Яғни біз қамырды пісіріп жатырмыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырды бөлек ыдысқа салып, бөлме температурасына дейін толық суытуымыз қажет. Мінекей қамырымыз толық суыды. Енді біз 5 жұмыртқаны бір-бірлеп жарып саламыз. Әр жұмыртқаны салған кезде жақсылап тұрып араластыру қажет. Жұмыртқа толық қамырға араласуы керек. Міне екінші жұмыртқаны салдық. Үшінші және төртінші жұмыртқаны да дәл осылай араластырамыз. Егер де қамырымыз әлі де қою болатын болса, онда 5-ші жұмыртқаны саламыз. Сол үшін қамырдың консистенциясына қарау маңызды. Ол сұйық немесе қатты қою болмауы қажет. Мінекей мен 5-шісін салдым. Қараңыздар, қамырдың консистенциясы осындай болу қажет. Қамырымыз дайын болды. Енді кондитерлік қалташаға саламыз. Мен насадка қолданамын. Оны қолданбасаңыздар да болады. Жай қалташаны кішкене қайшының көмегімен қиюға болады. Табаға кішкене сары май жағамыз, немесе пергамент қағазын төсесек болады. Содан соң қамырымызды осылай ұзынша етіп табаға салып шығамыз. 180-200 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Мінекей дайын болды. Енді кремін жасайық. Ол үшін бізге 600 грамм 20-25% қаймақ қажет және 200 грамм қант немесе қант ұнтағы қажет. 1 грамм ванилин салып, жақсылап миксерлейміз. Енді видеода көрсетілгендей қаймаққа батырып, тарелкеге саламыз. Барлығын осылай бір-бірін үстіне қойып шығамыз. Кішкене артылып қалған кремді торттың үстіне құямыз. Сол кезде біздің торт құрғақ болмайды. Мен безендіру үшін шоколадты ертіп, осылай үстіне жолақшалар жасадым. Дайын болған тортты 30 минут тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей біздің әдемі тортымыз дайын болды. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.